Зейнет жасындағы қарияларымызға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Бейнетінің зейнетін көру тиіс қарттарымыз жуырда тағы да қуанатын болады. 70 жастан асқан зейнеткерлерге бір реттік 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 11.796 теңге берілетін болады. Қаржы қай кезде беріледі? Оған кімдер үміткер бола алады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасы 70-тен асқан қарияларымызға 1 қазан қарттар күні мерекесіне орай әлеуметтік төлем аударылады деп жоспарлануда. Бұл төлемді шамамен 36 мыңнан астам зейнеткер алмақ. Мамандардың айтуынша мұндай үрдіс Шымкентте алғаш рет қолға алынып отыр. Яғни 70 жасқа толған және 70 жастан асқан зейнеткерлерге автоматты түрде 12 мың теңгеге жуық, яғни 11.796 теңге берілетін болады. Ол үшін ешқандай құжат тапсырудың қажеті жоқ. Орталыққа келіп әуре болудың да қажеті жоқ. Шымкент қаласының әкімдігі тағы да жарап отыр. Былтырдан бастап зейнеткерлерге қоғамдық көлікте тегін жүруді енгізген болатын. Енді биылдан бастап қазыналы қарттарымызға тағы да осындай жақсылық жасағалы отыр. 70-тің қырқасына шыққан қарияларға берілетін әлеуметтік төлем қала бюджетінен қарастырылатын болады. Айта кетейік, Шымкент қаласы бойынша 97 мыңнан астам қария бар. Оның ішінде Ұлы Отан соғысының 2 ардагері бар. Одан бөлек олардың тең жартысы 70 жастан асқан қариялар. Олардың барлығына да 12 мың теңгеге жуық қаражат берілетін болады, яғни әлеуметтік төлем беріледі. Шымкент қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мамандары қарттарымызға биылдан бастап 1 қазанда қарттар күніне орай 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік әлеуметтік төлем төленетін болады. Ондай көмек былтырғы жылы да, оның арғы жылы да болған емес, яғни Шымқалада бірінші рет қолға алынып отырған жоба. 70 жасқа толған және 70 жастан асқандарға бір жолғы төлем берілетін болады. Оған құжат тапсырудың еш қажеті жоқ. Басқарма зейнетақы төлеу орталығынан тізім алатын болады. Сол бойынша автоматты түрде барлық зейнеткерлерге әлеуметтік төлем төленетін болады дейді. Сонымен биылғы жылдың 1 қазанында, яғни қарттар күніне орай, бейнетінің зейнетін көру тиіс қарттарымызға 12 мың теңге көлемінде, яғни 11.796 теңге бір жолғы әлеуметтік төлем берілетін болады. Шымкент қаласы әкімдігінің бұл құптарлық ісіне қуанып отырған қарттарымыз көп. Алдағы уақытта шымкенттік шенеуніктер қарияларымызды қуантатын бірегей жаңалықтар қолға алуы да әбден мүмкін.